Қымбатты оқырмандар, әлі де талай ертегі естігілеріңіз келсе, және менің аудиокітапты оқығаным ұнаса, маған тіркеліп, қолдау көрсетіп, лайк басып, қолдауларыңызды сұраймын. Александр Сергеевич Пушкин, «Балықшы мен балық». Ахмет Байтұрсыновтың аудармасы. Теңіздің жағасында кемпір мен шал тұрыпты 30 жыл, 3 жыл нақ дәлме-дәл. Күн көрген бейшаралар балық аулап, болмапты төртліктен ырым қамал. Үсті шым, асы шұңқыр, жерден жырған, баспана мекенінің сиқы тұрған. Бала жоқ қолғанаттық екеуінде, еріп кемпір жібін шал ау құрған. Бір күні шал апарып ауын салды, балық жоқ, ауға оралған балдырды алды. Салғанда және ауын екінші рет теңізге бітетін бір шөп оралды. Тағы да үшінші рет ауын салып, сүйретіп шығарды бір алтын балық. Шал байғұс өз көзіне өзі сенбей, аңырайып тұрды біраз аң-таң қалып. Жарқырап үсті басы оттай жанып, адамша сөз сөйлейді алтын балық. Жанымды бір шыбындай қи ақсақал, бар болса не қажетің менен алып. Шал сасып абдырайды есі кетіп, балық деп бұл не қылған тілге жетік, керемет мұндай сүрә көрген емес. Ауыз алып 30 жыл кәсіп етіп, ойланып тегін емес балық дейді. Қалмайын киесіне алып дейді. Еш нәрсен керек емес, жолың болсын, сайран ет теңізіңе барып дейді. Балықты жіберді де үйге қайтты, не ғажап көргенінің бәрін айтты. Жібердім еш нәрсе алмай деген соң-ақ кемпір шалға көзін бажырайтты. Ақымақ дейді, алжыған кеткен есің, былжырап айтып тұрсың сөздеп несін. Жаңа астау тым болмаса алсаң етті, астаудың жарылғанын білмеймісің. Балыққа шал жөнелді жолықпаққа, ыдысқа астау алып молықпаққа. Жыбырлап судың беті шимайланып, барып кеп не айтасың деді қартқа. Шал айтты қол қусырып тағзым етіп, кемпірім ұрсып әбден мазам кетіп, жаңа астау сұрайын деп келдім тақсыр, жарамсыз астауымыз жарық кетік. Қайғырма балық айтты үйіңе бар, сол болса бар жұмысың оның болар. Қуанып шал үйіне қайтып келсе, бір астау әп-әдемі жатыр даяр. Ұрсады кемпір шалға келісімен, сақтасын толығатын перісінен, алыпсың астау сұрап ақылы жоқ, айырылған ақымақ шал неден ессің дейдесінен. Деп ұрысты мияшыған көк сақал, астауға қызыққандай қанша еді мал. Қуанып қу астауға келген несі, көп нәрсе әкеліпсің әдірағал. Үйіңнің үстіндегі сиқы мынау, балықтан барып тәуір үй сұрап ал. Тағы да шал жөнелді теңіз жаққа, балыққа арыз айтып мұң шақпаққа. Бұзылып судың түсі лайланып, балық кеп не айтасың дейді қартқа. Шал айтты қол қусырып тағзым етіп, бәлеге қалдым тақсыр мазам кетіп. Үй алмау астау алдың алжыған деп, барады сүйегімнен сөккен өтіп. Арызын ақсақалдың қабыл алып, қайғырма үйіңе қайт деді балық. Орнында лашығының ағаш үй тұр, келеді шал қуанып таңырқанып. Салған үй салтанатты сәніменен, бояған ойланған мәніменен, сайраған бақшасында түрлі құстар келтірген көңіл қошын әніменен. Асылып терезеге кемпір тұрып, ұрсады келісімен шалға қырып. Балықтан барыпсың да үй алыпсың, ақымақ миың ашып кеткен шіріп. Ізіңменен үйге кірмей қайт балыққа, қадірсіз мұжық деген ат халыққа. Айтпақсыға қара шекпен қатыны деп, ақсүйек етсін мені айт балыққа. Балыққа шал келеді қайтып тағы, кемпірдің мұң мүддесін айтып тағы. Тағзыммен қол қусырып арыз айтып, азапты келдім деді тартып тағы. Қайғырма балық айтты болар дейді, ақсүйек дәрежесі қонар дейді. Қатыны қайтып келсе болған ханым, қасына шал қалайша жолар еді. Биік үй салтанатты сәнді түрі, бәрі мол, бәрі байлық, бәрі ірі. Үстіне неше түрлі асыл киіп, паңсынып сыртқы есікте тұр кемпірі. Қолында толған өңшең алтын жүзік, зүмірет березелі бар білезік. Үстінде камзол ішік, тысы қамқа, меруерт омырауы тойған тізіп. Аяқта саяқтан ойлы етік, бұрынғы мұжықтығы естен кетіп, жұмсап тұр бірін ұрсып, бірін ұрып, ақырып малайларға әмір етіп. Шал келіп, сәлем берді, ханым деді, ризалық таптым енді жаның деді. Жаратпай шалдың сөзін кемпір ұрсып, әдепсіз ақылы жоқ жарым деді. Атпақсын ат қораға апарыңдар, мұжықтың мына бір шалын деді. Қанағат болды десек етер шағы, құтырды өскен сайын кемпір бағы. Өткен соң бірер жұма шақыртады, балыққа жібермекке шалды тағы. Айтады, қазір жылдан бар балыққа, жеткен жоқ жаным әлі ырзалыққа. Ақсүйек дәрежесін асысынамын, пат жетсін мені дереу бір халыққа. Шал айтты, құтырдың ба, түзуме есің, болмасын астамшылық мұның кесір, білмейсің іс ретін сөз мәнісін, жұрт күлер қоры болған деп,
Бақыт есіл бұл сөзге кемпір қатты ашуланып жіберді шалды жаққа салып. Қалайша маған қарсы сөз айтасың? Сен мұжық, мен ақсүйек қой деп танып. Сөз айтар шалда хал жоқ, жөнеледі, қарайып теңіз беті түнереді. Шақырған шал даусына балық келіп, ақсақал не айтасың? Сөйле деді. Шал айтты, өлдім әбден, тынышым кетіп, таянды жындануға кемпір жетіп, ақсүйек дәрежесін ассынамын, бір жұртқа қойсын деді патша етіп. Қайғырма, балық сөйлеп, кәрім деді, істермін айтқаныңдай бәрін деді. Жүргізіп жұртқа әмірі мейлінше, айбынды болар патша жарың деді. Шал қайтса, салтанатты сарайлар тұр, ішінде сарайлардың кемпір отыр. Асынып айбалтасын есіктерде күзетші түсі суық малайлар тұр. Жарқырап алтын киіп оттай жанып, патшасып кемпір отыр ызғарланып. Ақсүйек өңшең бекзат қызметінде ішкізіп арақ шарап азаптанып. Билетпей шалға бойы буын құрып, сарайға шал сескеніп келді кіріп. Бас ұрып кемпірінің аяғына. Болды ма жаның риза, деді тұрып. Есіркеу кемпірде жоқ шалын аяп, адам деп елеп оған қарамай-ақ деп еді. Шығарыңдар. Сол-ақ екен, жұдырық жан-жағынан жауды таяқ, желкелеп сүйреп жұлқып жұлмалайды, ағына сақалының кім қарайды? Ақмақ, әдебі жоқ алжыған құл, кірлейсің аяғыңмен деп сарайды. Жұрт күліп, шал екенсің деді жарым, ақылың кем болғансаң кімге обалың? Алмасаң өзің шанаң отырма деп, бұрынғы айтпап еді мақалдарын. Бір-екі мұнан кейін жұма өтті, тілейтін жаңа тоят кезі жетті. Қызығы патшалықтың тозды жылдам, жарлықып кемпір патша шалды іздетті. Шалды айдап алып келді дірдектетіп, байқұстың түсі қашқан өңі кетіп. Үстінде алтын тақтың кемпір патша тапсырды шалға жұмыс әмір етіп. Бек тығыз бұйырамын саған деді. Сөз қатсаң жыртылады жағаң. Мақсатым суды билеп суда тұрмақ, балыққа айт менен көп-көп сәлем деді. Қаратып теңіздерді қол астыма, шабарман болсын өзі маған деді. Әлі жоқ сөз қайырар шал кетеді, қорыққаннан жылдам жүріп тез жетеді. Қара бұлт, қара дауыл толқындайдап, сапырып теңіз суын желдетеді. Балықты шақырып шал сөзін айтты, жұмыстың тығыздығын тезін айтты. Кемпірдің сұрағанын естіп балық, бір соғып суды бетке кейін қайтты. Балықтан жауап күтіп тұрып, шал қайтты кешке жақын әлі құрып. Көре алмай салтанатты сарайларды, көз салды жан-жағына мойнын бұрып. Қараса лашығында кемпір отыр, баяғы жарық астау жырық-жырық. Түсіріп таз кебіне бір-ақ күнде қойыпты қу қақпасты құдай ұрып.